Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam öz hadisinde benim terbiyemde Allah Tağala'nın özü terbiyelep sonday tamaşa etti деген. Adam Allah'ın kalağымен terbiyesinin gana adam. Onsuz adamның adam болуы mümkün емес. Абайдың атымды адам деп қойған соң қайтып надан болайын дейтін сөзін еске алайық. Абайша ойланайық, оянайық. Алла сөзіне бет бұрайық, адам болайық. Allah Tağala o баста өз рухынан ақыл нұрын жаратып, пендесіне адам бол деп өз рухын үлеген. Allah Tağala'ның o бастағы барлық пендесінен қалауындағы дегені адам болу. Алланың қалауындағы жалпы адам баласына адам болудың ақиқат тура жолы Құранда көрсетілген. Құран біреулерге рахметін айтып тұрады, біреулерге лағанетін айтып тұрады. Оның мағынасы Алла Tağala'ның жаратқан жақсылығының жаманшылығына иман келтіру, заңдылық пен заңсыздық. Заңдылықтың шегі жоқ, заңсыздық шектеледі. Яғни әлем заңдылық пен заңсыздықтан тұрады деген сөз. Әлем заңдылықтарына қарай адам өмірінен тұратын заман ағымы, заман ақыр және ақыр заман болып екіге бөлінеді. Заман ақыр дүние тіршілігіндегі адам өмірімен байланысты биліктің жаманшылықтан басталып, жаманшылықпен аяқталуы. Оған қазіргі кездегі әлемдегі тыныштықтың бұзылуын айтуға болады. Абайдың заманға жаман күйлейді, заманы оны илейді дейтін сөзі ақыр заманға байланысты айтылған. Құран сөзінде заманның ақыры Аллаға тән, қасиет. Ақыр заман Алла сөздің ақиқатын басшылыққа алу, дүние тіршілігіндегі адамның өмірін жақсылықтан бастау, оларды жақсылыққа ізгі тәрбиелеу.